Tafsir kitaplarında ulamалардан келтіру бойынша пайғамбарлықтың 10-шы жылында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қамқорлық жасап жүрген, яғни Құрайыштың жаңағы кәпірлерінен шамасы келгенше өзінің абырой беделімен қорғап жүрген Абу Толиб деген көкесі қайтыс болады. Пайғамбарлықтың 10-шы жылында. Сондай-ақ сол жылы да Хадиша анамыз қайтыс болады. Бұл жыл сондай бірінен соң бірі осындай бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сынаға келген жыл болады. Алайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сол осы Абу Толиб дүниеден озғаннан кейін мүшриктердің қарсы келіп жүрген айлакерлік әрекет жасап жүргендердің ниеттері одан сайын жаман істерге қарай барып мектеден толық қуып шығарсақ, бұл кісіні енді қорғайтын ешкім жоқ. Осындай жағдайларды пайдаланамыз деген бір ойлар жасап жүреді. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккедегі Құрайыштар бұл Құранға жәрдем беруден бас тартқаннан кейін анық күпірлік позициясын өздеріне ұстанғандықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үмітін үзбей, Алла тағала мүмкін Меккеде болмаса Таифтан есік ашып берер, осы Құранға бір жәрдемшілер табылар деген жаңағы ыждағатпен Алла тағаланың нұсқауымен солай кетеді. Сөйтіп Таифтағы негізгі жаңағы рулардың ішінде Сақиф деген ру болады. Сол ру егер келіссе бұл нәрсеге, онда ар жағындағы руларда келісе қояды дегендей нәрсе. Солардың негізгі көсемдерімен кездеседі. Сол Сақиф руының көсемдерімен кездесіп, соларға осы жағдай тұсынады. Мен Алланың елшісімін. Алла тағаладан басқа тәңір жоқ. Мен Мұхаммед Аллахтың елшісімін. Құрайыштар маған Құранға жәрдем беруден бас тартты, қарсы келді. Сендердің ойларың қалай? Сендер мені қорғай аласыңдар ма? Осы Құранды толық жеткізіп болғанша Алланың жолына, елшісіне, Құранына жәрдем бере аласыңдар ма дегенде, бұлар да сол жерде жаңағы өздерінің жағдайларын ойлап барлығы бас тартады сол жерде. Бас тартқаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: жарайды, өз таңдауларың, бас тарттыңдар, бірақ осы кездесу, осы арамызда осындай кездесу болды деп халыққа айтпай-ақ қойыңдар. Сыр сақтаңдар, еркектік жасаңдар дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз шығып кеткеннен кейін бұлар іле-шала күллі халыққа ашып жібереді бұл нәрсені. Жаман сөздер айтып, ана жындының ұрыңдар, таспен сөйтіңдер деген халықты артына салып жібереді. Кішкентай балаға дейін тас лақтырып, Таифтан солай шығарып салынады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Өмірін көре беріңіз. Алланың жолы деген қандай жол ол? Алланың сөзін жеткізу деген қандай жол ол? Алланы сүю, Аллаға адал болу деген жолның жаңағы көрінісі байқалып жатыр да. Содан сол Таифтан жаңағы аяқ қол қанаған, сол кезде қасында Заид ибн Хариса көмекші болып жаңағы еріп жүретін кезі болады. Аллар тас лақтырып отқан кезде арқасын төсіп, пайғамбарға тигенше маған тисін деп басының біраз жері жараланады, арқасы жараланады. Бірақ олар енді әртүрлі тәсілдермен жаудыратып атқаннан кейін пайғамбарымыздың да біраз жерлеріне тиеді. Аяғы қанап, қан болып сондай кетіп баратқан кезі. Бірақ пайғамбарымыз үлкен сабақ береді сол жерде. Сол кетіп баратқан кезінде де: "Я Аллах тағала, мен дейді, мына менімен істеп жатқан нәрселері қазір мені осындай аяғыма тас лақтырып, қанатып, қинап, мені сондай қорлап жатқан түрлері, мен бұның ешқайсысына қиналмаймын" дейді. Қараңыздаршы, мен бұл нәрсеге қиналып тұрған жоқпын қазір дейді. Мен қашан өзімнің бір жанымның, қуатымның әлсіз болған кезі, бір жәрдемсіз қалып қойған кездерім болса, бір әлсіз болып қалған кезім болса, сөзсіз мен бұны тек қана өзіңе ғана айтам дейді. Мен адамға айтпаймын дейді бұндай нәрселерді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан: "Ай Аллах тағалам, осы қуатымның әлсіздігі, жәрдемсіз осылай қалған күйім, аналардың мені қорлап осындай тас лақтырып отқан нәрселері, мен бұны тек өзіңе ғана айтам ғой" дейді. Ешкімге айтпаған ол кісі негізі. Кейін бір оқиғада ғана айтылған, сол сирада қалу үшін да. "Мен тек саған шағымданам" дейді, айтатын болсам. Егер айтатын болсам бір күйімді, мұңымды, мен тек саған айтам, басқаларға айтпаймын дейді. Яғни бұл еркектік бір үлкен мінезді көрсетіп жатыр. Адам қанша бір қиыншылық жағдай болса да, қиындығыңды Алламен сырласуыңды. Басқа адам сізге, сіз оның жан дүниесі мүмкін қинап қоясыз, бірақ ол сізге жәрдем бере алмауы мүмкін да. Сіз ба? Сондықтан Алланың өзіне деген сенімдегі маңызды бір қасиет,
ер адам үшін де иншалла, әйел адамдар да егер Алланың разылығын іздеп жатқан болса, қашан қиналған сәтіңді тек Аллаға ғана білдіру, Алладан басқаға білдірмеу. Міне мен осылай істеймін дейді ол кісі. Сондай-ақ бұлардың бұл істеп жатқаны, маған істеп жатқан осындай тәсілдері, аяқтарымды қанатып жатқаны, мен бұл үшін қиналмаймын дейді. Мен қиналатын нәрсе, мен қорқатын нәрсе, мен бір нәрсені дұрыс істемей, сенің ашуыңа ұшырап кетпесем болғаны дейді. Аллах Тағала, сондықтан мен сенің қаһарыңнан, ашуыңнан, мен сенің дидарыңның нұрына сыйынамын дейді. Сенен ғана қамқорлық іздеймін, сенен басқа күш те жоқ, сенен басқа қуат та жоқ деген осындай жаңағы ішкі дүниесін Алла Тағалаға мінәжат қылып жатады. Міне ол пайғамбарымыздың қиналған кездегі жағдайы. Сөйтіп бұл хабардың бәрін Аллах Тағаласы көріп тұр, біліп тұр. Бірақ Алла Тағала өмірді реальный болуын қалаған. Өмір деген нәрсе ол нақты, шынайы, реалды нәрсе да. Мысалы жаңағы жерде олар тас лақтырып жатқан кезде Алла Тағала тасты тимейтіндей қыла салатын еді. Ол оңай, бірақ Алла Тағала өмірді реальный қылды. Бұл дін ислам, бұл реальный нәрсе. Кейінгі үмбетте біреулер қиналған кезде пайғамбарымызға тас лақтырғанда, сахабаларға тас лақтырғанда бит-бит ұшып кетуші еді ғой, тимей қалушы еді ғой деп, жаңағындай басқа бір нәрселер болып кетпес үшін Алла Тағала өмірді солардан бастап бізге нақты, шынайы жайт қылды да сондай. Тас кәдімгідей тиді, аяқ кәдімгідей қанады, ауру кәдімгідей сезілді. Міне сол сезіліп жатқан кездегі оның дұғасы жаңағы. Бізге де ол дұғада үлкен өнеге бар. Қиналған сәтіңді, қандай жағдайда қиналсаң да, қиналған сәтіңді Аллаға ғана білдір. Әлсіздігіңді көрсетпеуге тырыс. Тіпті бала тәрбиесінің өзінде бізге өте керек. Мысалы, шаршап келген кезіңнің өзінде, үйге бір шаршап келдің, қиналып тұрсың, сосын балаңыз жүгіріп келіп, әке, мына бір нәрсені көмектесіп жібересіз ба десе, немесе әке, мынаны не үшін Алла жаратқан деп бірдеңені сұрақ қойса, шаршап тұрған кезіңде белсенділігіңді жинап, әлсіздік, шаршау жоқ сияқты нәрсе сөйлесіңіз баламен. Ой, балақайым, қандай керемет нәрсе алып келдің сен. Бұл бала, бұл не үшін пайдалы? Бұл бала өмірінде ертең шаршау, әлсіздік, настроение, көңілсіздік деген нәрсе ұқпайтын бала болатын ол. Неге? Өйткені ол сізден көрмеген оны. Ал егер сіз шаршап тұрмын, балам, былай тұршы, болдырып тұрмын, шаршағанда неге мазалай бересің? Ол бала шаршаған бала болып тәрбиеленеді. Ол сенің копияң болады, болды. Артық нәрсе жасай алмайсың, мүмкін денесі кішкене, сізден үлкендеу, не кішіректеу. Бірақ жалпы характерді ол сіңеді оған. Сіздің характеріңізді қайталайтын бала болады. Көп жағдайларда тек Алла Тағала ғана рахыммен аман алып қалмаса, жаңағы бір жақсы нәрселерді ерекше бойына дарытпаса. Сондықтан сіздің жүрген әрбір қимылыңыз үйдегі, баламен жүрген кезіңіздегі бәрі оған әсер етеді. Заид ибн Хариса пайғамбарымыздың қасында жүр және. Ол көріп жатыр. Ол жағдай мүлде өзгерткен жоқ ол кісінің несінде. Содан тас ұрып, қуып келатыр. Сол жерде жаңағы бір үйдің іргесіне келген кезде олар доғарады. Ол үйдің іргесі жаңағы екі бір ағайындының үйі болады. Шайба және Утба ибн Робиға деген. Робиға деген кісінің Шайба және Утба деген екі ағайынды баласы болған. Сол екеуінің бақшасы, жаңа жүзім бақшасы болады. Жүзім бақшасы, сол жерде олардың бір насаралық дінді ұстанып жүрген қызметшілер болады. Аты Аддас деп келген. Тафсир кітаптарында, пайғамбарымыздың өмір баяны жазылған кітаптарда да. Екеуі жаңағы қансырап келе жатқан пайғамбарымызға бүйтіп жандары ашып, бір үлкен мынандай табаққа жүзімнен алдыртып, жаңағы қызметшісінен апарып бер, жесін ана кісі дейді. Сол Аддас жаңағы жүзімді алып келіп қасына қойған бетте, енді қараңыз пайғамбарымыз осы. Жаңағы тас лақтырылды, қиналды, бірақ өмірдегі Алла Тағаланың жүктеген міндет, мақсат міндеті еш нәрсеге қарамай жұмыс істеп тұру керек. Онда жаңа Аддастың жүзімді алып келген кезінде, оныкі Аддасқа Алланың сөзін жеткізу. Ой, жақсы болды ғой келгенің деген әңгімелер емес. Бұл елші Аддасқа нені жеткізу керек, соны жеткізу керек. Соны тәсілін ойлап, сол жерде жүзімді алған кезде бисмилля деп алады да. Бисмилля деген сөз Аддасқа таныс екен ол. Сосын айтады, бұл сөзді сіз қайдан айттыңыз? Бұл сөзді бұл елде ешкім айтпайды ғой дейді. А сен қайдан білесің? Біздің елде айтады дейді бұны. Сосын сен қай елденсің? Мен өзім насаралықпын дейді.
қазір. Менің жаңағы елім Найнава деген ел. Найнава деген жердемін дейді. Қарас пайғамбарымыз білімі. Найнавадансың ба? Онда жаңағы Мәттаның ұлы Юнустың елінен екенсің ғой дейді. Юнус пайғамбар. Ол кісі Найнавадан. Оны қайдан білесіз дейді ол. Мен де пайғамбармын, ол да пайғамбар. Екеуміз бауырбыз дейді. Жаңағы хабарды айтқаннан кейін өзіңіз ойлаңыз, сол жерде сира кітаптарында жаңа айтылады, бірден пайғамбарымыздың қолын бетін сүйе бастады дейді жаңағы кісі. Жаңағы хабарға қуанып, елі туралы еліндегі пайғамбардың аты аталғаннан кейін кезінде жаңа оқиғаларда өздері естіп жүрген. Содан Шайба мен Утбан жақта тұр ғой. Сосын екеуі бір жаңағы Шайбаның қызметшісі бұл, сонда Утба айтады дейді оған. Жаңа қызметшіңді бүлдіріп тастады болды, енді сенікі болмайды дейді анау. Өздері айтып жатыр, несін айтып жатыр да. Сосын Абдас келгеннен айтады, сен неге оның жаңағы қол аяғын сүйе бастадың? Неге бұлай сен істеп жатсың? Деген кезде сөзсіз ол дейді, ешкім жердің бетіндегі ешкім білмейтін нәрсені айтты дейді маған. Ондай нәрсені тек қана пайғамбар айтады деп. Байқа, сенің өз дінің жақсы ғой. Сенің дінінен азғырып жүрмесін ол деп. Қисық сөздер әйтеуір жұмыс жасап жатады. Бұл Шайбаның жаңағы Робиғаның Утба мен Шайбасы екеуі де Бадыр шайқасында жекпе-жекте қайтыс болған, қаза тапқан. Бұлар сол кәпірлер тарапында көмектесуге келеді да жекпе-жекке шығуға. Біреуі жаңағы Хамза өлтіреді, біреуі жараланып болғаннан кейін оны да Хамза мен Али өлтіреді. Міне осы жағдайлар ол кісілерде ертең Бадырда қаза табатынын білмей жатыр, өмірді қарап тұрсаңыз, жалпы. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағы Заид қасында отырып, Заид өзінің көңілін білдіреді. Аллахтың елшісі, егер де Меккеге кіріп барсаңыз, сіз қазір олар мүлде қатты дайындалып отыр ғой дейді. Қалай істейді екенбіз деген жаңа ойлары болады. Ой ждағаттары болады да. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Алла тағала бізбен бірге ғой дейді. Ол бәрібір шығатын жолын тауып береді бізге дейді. Соны ойланып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеге қайтсам де қазір осы бетте басқа елге көшіп кететін болса, ол қиын болады. Оны ойлап отыр. Мен Меккеге кіру керекпін дейді, не болса да дейді. Бірақ Меккеге кіргенде олар мені таспен атқылап қарсы алатындай емес. Мен Алладан қазір сұрап отырмын, абыроймен кіріп баратындай, ешкім ештеңе істей алмайтындай. Мен соны сұрап отырмын Алладан деп жоспарын жасап, сонымен адамдарды зерттей бастайды Меккедегі. Қай адаммен мен сөйлесем, қай адам қамқорлығына ала алады мені? Абу Талиб қайтыс болып кетті ғой. Қай адам қамқорлығына ала алады деген кезде, қамқорлық деген кезде андай нәрсе бар, құрметті жамағат. Олар мысалы діні бөлек, пайғамбарымыздың дінін мойындап тұрған адамдар емес. Бірақ оның қамқорлығы қашан алына алады деген кезде, егер оның бойында адамгершілік сипаты болса, және ол адамгершілік сипаты сондай инсапты, ешкім сатып аламайды оны. Сіз біреуге болысатын, оны сатып та аламайсың, ол кәдімгідей аяғына дейін тұрып беретін адамгершілік қасиеті болады бойында. Абу Талибта сол қасиет болған. Қорғайым деді ма, қорғады ол. Ол ешкімге қараған жоқ. Сол секілді сондай адам іздеген кезде Мутғим ибн Ади деген кісі, сол өзі зерттеп отқан кісілердің ішінен Мутғим ибн Ади деген кісі ойына түседі. Сонымен бір кісіні Заид ибн Харисаны жіберіп, бір кісілер арқылы сол кісімен жеке кездеседі. Сол айтады, мені қамқорлығыңа ала аласың ба дейді. Мен сұрайтыным, ешқандай жаңағындай маған не бересің деген сөзді ұсынбайтын адамдар ғой бұлар. Бұл бере ме, бердім дейді, болды. Бұл маған не бересің, қайтарымың қандай болады деген адамдармен келіспейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Құр таза адамгершілік үшін да, көзімен көріп тұрған адамгершілік үшін. Сонда сізді қамқорлығым алам, осындай уақытта ертең Меккеге кіре беріңіз дейді. Ол Меккеге келіп, күллі ұлдарын дайындайды, өзінің туған ұлдарын бәрін, қылыштарын алыңдар, күллілерін қабаның қасына келіңдер, Мұхаммед келеді, Мұхаммедті қарсы алып үйіне дейін апарамыз, мен халыққа сөзді жариялаймын, өз қамқорлығым алдым деп сол жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келе жатады. Сонымен жаңағы бірден ұлдарымен бірге барып, жаңағы Мутғим ибн Ади деген кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды Меккеге кіргізеді. Үйіне дейін алып барады, ешкім ештеңе кетпейді, қайтадан дауға ары қарай жалғаса береді. Көрдіңіз ғой. Міне сол Мутғим ибн Адидің өзін айтады. Егер бұл кісі дейді тірі болғанда дейді, бұл кісі көп ұзамай қайтыс болып кетеді біраз уақыттан кейін. Егер Бәдір шайқасында тірі болса еді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Бәдір шайқасында жаңағы 70 мүшрик тұтқынға түседі ғой.
70 мүшрик тұтқынға түсіп, егер сол кісі Мутғим ибн Ади деген кісі сол кезде тірі болып келіп, мына 70-тің төлейін, маған босата салшы дейтін болса, мен келіспестен бере салатын едім дейді. Өйткені олдан жерде көп сөзге келмей, мені қамқорлық қаласың ба дегенде, әрине алам деген екен. Міне осындай жаңағы Мутғим ибн Адидің күллі нәрсе жүректерді басқарып тұрған Алла Тағала. Алла Тағала пайғамбарымыз салсам осындай оқиғалардың негізінде бізге айтады. Алла қаласа дейді бұл дінге, бұл діннен емес адамдар арқылы да жәрдем бере салады дейді, кез келген заманда. Олай мұсылман олай жәрдем бермей қалуы мүмкін екен. Кәдімгі басын тіге салуы мүмкін екен ол кісі. Көрдіңіз бе? Міне сондай бұл дінге Алла Тағала жаңа сахих хадистердің бірінде айтады, бұл дінге Алла Тағала бұл діннен емес адаммен де жәрдем бере салады дейді. Осындай оқиғалар міне пайғамбар өмірінде кездескен.